Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін осындай маффины жасап үйренеміз. Өте дәмді, тез болып шығады. Осындай үлпілдек, әдемі, дәмді болып шығады. Ал енді ыдысымызға бірінші жұмыртқамызды және де тұзымызды, қантымызды салып миксерлеп аламыз. Ең жай жылдамдығынан үлкен жылдамдығына дейін аз-аздан көтере отырып араластыратын боламыз. Осындай бізде көпіру керек, осындай әппақ, әдемі, пышный болып шығады. Одан кейін сүтімізді құямыз және де сұйық майды қосып, бәрін бірге араластырамыз. Оны тез араластырамыз, көп араластырудың қажеті жоқ. Араластырып болғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды саламыз және де жарты шай қасық ас содасын саламыз. Оның үстіне бір шай қасыққа жетпейтін қопсытқышымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бізде осындай қамыр пайда болу керек. Енді өздеріңіз қалаған ыдыстарыңызды алып, соған саламыз. Начинкасына өздеріңіз қалаған начинка салуға болады. Варенка, сгущенка, варенье, түрлі-түрлі начинкаларды салуға болады. Мінекей осылай салып пісіріп аламыз. Менде 15 штук шықты. Мінекей осындай тез, жылдам дайын болады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Ұнайтынына сөзсіз сенімдімін. Ас болсын.